бірінші атты қазақ әскери дивизиясына соған қатардағы жауынгер болып қабылданады. Содан бастап бұл кісінің енді өзінің зеректілігіменен, білімменен сөйтіп ол жігітті, Шәкенді өзінің басшылары, әскери басшылары өсіре бастайды. Кроме того, сонымен қатар ол соғыс жүріп жатқан кездің өзінде ұрыс алаңдағы командирлерге химиялық қаруды қалай қолдану керектігін үйретті. Ол Молотов коктейль деп аталатын жарылғыш зат еді. сол моментте информбюродан Левитанның баяғы атақты дауысы шығады информбюрода. Генерал-майор атағын технически Шакир Жексенбаевқа берілді. Если брать исторически, это первый казах коренной национальности, который первый. Бізде әскери адамдар арасында генерал атақ емес, бақыт деген қанатты сөз бар. Так что генерал-майор это не звание счастья. Екінші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен отандастарымыз аз болған жоқ. Олардың аттары тарих парақтарында алтын әріптермен жазылып қалды. Із-түзсіз кеткендер мен ерлік көрсеткен қайсар қаһармандарымыз туралы мәліметтер әлі зерттелуде. Ұшы-қиыры жоқ сағым далаға көз жетпейді. Бетеге мен жусанның исі мұрныңды жарады. Бұл қазақтың даласы. Бұл менің туған жерім деп толғанған қазақтың тұңғыш генерал-майоры Шәкір Жексенбаев туралы мәлімет көпке дейін белгісіз болып келді. Мен бір командировкаға Иркутскке кетіп баратқанда қасымда бір полковник отырды, Қытайға кетіп барады екен. Екеуміз алып жол болғасы жерде бірталай әңгіме қозғадық. Сосын әңгімесінің ішінде бір сөз айтты. Бізде Қазақстанда үлкен полководецтер де жоқ, сосын жерде оқитын орындар да жоқ деп, соның айтқан сөзі жоқ деген маған жүрегіме оқтайды дейді. Айтылған сөздің намысқа тигені соншалық, Сансызбай Сейдахметов іс-сапардан келген бойда әскери саласындағы ұлт перзенттерін түгендеуге кіріседі. Үлкен энциклопедиялар парақтайды, ұлттық кітапханадағы мұрағаттардағы материалдарды қарастырады. Сол ізденістің арқасында 1901 жылы Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Шұңғай ауылында дүниеге келген Шәкір Жексенбаевтың өмірбаянын кездестіреді. Қазақстаннан шыққан генералдарды, содарды іздеп, тауып, білгенімізді, өзіміз білмегенімізді архивтерден алып, тіпті шетелден, Қытайдың жерінде, Моңғолдың жерінде жүрген біздің қазақ генералдары жиып, соғыстар жөнінде биографиялық 2006 жылы кітап шығардық. Қазақстан генералдары деген. Соның ішінде фамилияларын кейбір генералдардың білсек те, бірақ ол кісілер туралы бізде ешқандай құжат болмай, соның фамилияларын бәрін кітаптың соңына жазып кетті. Содан мінекей биылғы жылы, 7 жыл өткеннен кейін, сол кітапты толтырып, қазір сол 500-дей генерал сол кітапта жазылған. Соның ішінде ең соңғы бір табылған біздің мақтанышымыз, Отан соғысының ардагері, қазақтың ішінде бірінші генерал болған, 1943 жылы генерал Жексенбаев Шәкір деген аталарымыз. Ол кісі 28 ақпанда 1901 жыл дүниеге келген, Орал облысының тумасы. Сол жас кезінен бұл кісі білімге жақында болған. Әкесі қарапайым шаруа адам болса да, бірақ баласын оқытқан. 1908 жылы Шәкірді әкесі хан ордасындағы бастауыш жоғары училищеге оқуға жібереді. Ол қазіргі білім беру жүйесімен салыстырғанда 8 сыныптық біліммен тең болатын. Мына бітірген бірінші нелер, выпускниктер мына алдыңғы қатарда 4-ші тұрған сол Шәкір аға. Оқуын бітірген Шәкір Жексенбаев педагогикалық курсқа түсіп білімін жалғастырады. Содан кейін өз еліне келіп оқытушылықпен айналысады.
1918 жылы заман өзгеріп, жұмысшы шаруа қызыл әскер депутаттары Шәкірді жауапты хатшылыққа сайлайды. Ресейде азаматтық соғыс жүріп жатқан уақыт. Ол кезде негізгі күш жұмысшы шаруа қызыл әскерлерінің құрамы еріктілерден жасақталынады. Шәкір де сол еріктілердің бірі болып өзі сұранып, соғысқа аттанады. Бірінші атты қазақ әскери дивизиясына соған қатардағы жауынгер болып қабылданады. Содан бастап бұл кісінің енді өзінің зеректілігіменен, білімменен сөйтіп ол жігітті, Шәкеңді өзінің басшылары, әскери басшылары өсіре бастайды. Курсант Шәкір Жексенбаевтың орыстың танымал ақыны Степан Шипачевпен сол кездегі таныстығы кейіннен ұлы достыққа ұласады. 1920 жылы Шәкірді Мәскеудегі ең жоғарғы оқу орны жұмысшы шаруа қызыл әскерлері бас штабының академиясына оқуға жібереді. 4 жыл әскери академияны тамамдаған, ол сол кездегі Мәскеудегі шаруа қызыл армия бас штабының академиясын басқарып тұрған Фрунзенің қолынан әскери біліктілігі жоғары командир деген атақ берілген куәлікті алған болатын. Академияны бітірген курсанттардың 20-сы кейіннен Кеңес одағының маршал атағына ие болса, 700-дей Кеңес одағының батыр атағына ие болған білікті әскери мамандар. Командир дивизияның орынбасары болып жүрген шағы. Мынау ол кезде шедел, әлгі басында Буденовка, мынау бітіріп шығып ауылына келгенде болса керек. Мынау қазақтың жігіттердің арасында. Академияны бітіргеннен кейін Шәкір Жексенбаевты 34-ші атқыштар дивизиясының 110-ші атқыштар полкына рота командирі қызметіне жібереді. Кейіннен Қазақ КСР орталық сайлау комитеті атындағы әскери мектепте білім беру бөлімінің, бір жылдан соң Қазақ КСР әскери комиссариатының бөлім бастығы болады. 1930 жылы Шәкір Жексенбаевты шұғыл түрде Мәскеуге алдырып, жұмысшы шаруа қызыл әскерлер академиясының жандағы әскери химиялық жоғары мектепке оқуға жібереді. Оқуда жоғары дәрежедегі әскери химик саласы бойынша бітіріп шыққан оның кейінгі әскери қызметі осы саламен тығыз байланыста болады. Впервые фамилию генерал-майора Сымбаева я услышал, когда проходил службу в ранге областного военкома Уральской области. Генерал Жексенбаевтың фамилиясын алғаш рет Орал облыстық әскери комиссариатында жұмыс істеп жүрген кезде естідім. Оның жеткен жетістіктерін біреулерден естіген соң өмірбаянын білгім келді. Себебі қазақтардың арасында әскери салаға ешкім бара бермейтін кез болатын. Ал Жексенбаев әскерге өзі сұранып барған және әр жылдары білімін жетілдіріп, сатылай өсіп отырған. 29 жасында батальон командирі болған. 1934 жылы Украина әскери округы қолбасшысының бұйрығымен оның батальоны шығысқа қарай бет түзеген. Оның себебін өздеріңіз тарихтан білетіндей, Кеңестер одағы мен Жапон елінің арасындағы шиеленіске байланысты еді. 1936 жылы Жексенбаев қиыршығыс әскерінде химиялық қызмет штабының инспекторы болады. Химиялық қызмет дегеніміз дұшпанның химиялық қару қолдануына жол бермеу, немесе қарсы химиялық қару қолдану. 1940 жылы Шәкір Жексенбаевқа полковник атағы беріледі және жұмысшы шаруа қызыл әскерлері химиялық қорғанысы Калинин әскери училищесінің химияға қарсы қорғаныс батальонының командирі болып тағайындалады. Соғыс басталған кезінде бұл бірінші демалып, семьясыменен демалысқа келетір екен. Сосын демалысқа келеткен кезінде радиодан хабарлайды, осындай соғыс басталды. Содан пойыздан түсекте анау нелерге ішіндегі ер адамдарға түсіндіреді. Ер адамдар соғыс басталды, біздің орнымыз әскери қатарда болуға. Өздеріңіз тұрған жерде военкоматқа барыңыз, әйелдер мынау үйлеріне қайтсын, жағдай өзгеріп жатыр. Өзі келіп неге Москвада военкоматқа барады. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған алғашқы күннен ақ Шәкір Жексенбаев Батыс майдан бағытында химиялық қорғаныс бөлім бастығының аға көмекшісі, орталық майданда химиялық қорғаныс бөлімінің аға көмекшісі,
кейіннен оңтүстік батыс майданда 3-ші Брянск әскерінде химиялық қорғаныс бөлімінің бастығы міндетін атқарушы болады. Яғни соғыстың нағыз қауіпті жерлерінде алдыңғы шепте жүреді. Немістен бір фургон машина түсіріп алады, трофейный дейді ғой. Сол трофейный машинаны бұл передвижной химический испытательный лаборатория жасайды. Соны өзінің ананың ішінде 4-5 адам бар, соны айтып, өзінің тәжірибесін оқытушы болды ғой. Сосын жерде Забайкальский военный округта да болды, бәрінде өзінің уже тәжірибесі бар. Кроме того, он преподает. Сонымен қатар ол соғыс жүріп жатқан кездің өзінде ұрыс алаңындағы командирлерге химиялық қаруды қалай қолдану керектігін үйретті. Жау тұтқиылдан шабуыл жасағандықтан алғашында Кеңес одағының жеріне ентелеп кіре бастады ғой. Жолындағылардың барлығын күл-талқан етті. Кеңес әскерлері кейін шегінгенде өздерінің қару-жарақтарын жауға қалдырмас үшін өртеп кетті. Сондықтан шұғыл арада қаптап келе жатқан фашистерге тойтарыс беру үшін химиялық жарылғыш өртегіш заттар жасау керек болды. Ол Молотов коктейль деп аталатын жарылғыш зат еді. Соған еңбек сіңіргендердің бірі осы біздің Шәкір Жексенбаев болады. Соғыс жылдарында Молотов коктейль деп аталған жарылғыш өртегіш химиялық заттардың жауды тойтарудағы бірден-бір құрал болғандығы тарихтан мәлім. 1943 жылы 6000 танк, 4000 ұшақ, 2 миллиондай адам қатысып, 49 күнге созылған атақты Курск шайқасында жау әскеріне күрете соққы берілді. Сол кезде орталық майданда Константин Константинович Рокоссовский басқарды. Кейіннен ерлігі үшін Кеңес одағының маршал атағын алған Рокоссовский дәл сол кезде Шәкір Жексенбаевты ерлігі үшін генерал атағына ұсынады. Полковник Шәкір Жексенбаев жолдас саяси сауатты, адамгершілігі мол, жігерлі, шешім қабылдай білетін командир. Өз ісіне жауапты және жолдасқа адал. Қоғамдық партиялық жұмыстарға белсене араласады, денсаулығы мықты әрі шыдамды. Бұл әскери мінездеме Кеңес әскері бас әскери шаруашылық басқармасына берілді. Брянск майданының қолбасшысы генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский, 7 қыркүйек 1942 жыл. Дәл осындай мазмұндағы аттестациялық парақты 1943 жылы 10 мамыр күні Брянск майданының сол кездегі қолбасшысы Рейтер жазып, Шәкір Жексенбаевты атаққа ұсынып, қол жеткізген ерліктерін баяндайды. Кейін Рокоссовский өзінің «Дол солдата» деген кітабын жазады. Сол кітабында жазады, біздер дейді анау ең қауіпті жерлерге огнеметтерді қойдық, 2 қатар оборонительный линия жасадық дейді. Сосын жерде бутылочные поля дейді. Бутылочные поля деген мынау Шәкір ағамыздың жасап шыққан химический зажигательный сместері. Ол қоспалар танкке тигенде темірді қыздырып жіберетіні соншалық, ішіндегі адамдар үлгерсе танктан шығып кетуге тырысатын. Жауға берілген осындай тойтарыстан кейін Шәкір Жексенбаевты есеп беру үшін Мәскеуге алдырады. Бас штабта есеп беріп тұрған сәтінде радиодан қуанышты хабарлама естіледі. Сол моментте информбюродан Левитанның баяғы атақты дауысы шығады. Информбюрода генерал-майор атағын технический Шәкір Жексенбаевқа берілді. Сол жерде дейді жүрегім сондай нетіп кетті, енді генералда атағына дейін жеттім деп қуанып кеттім дейді. Сол моментте сол күні указ шығады газетке. Если брать исторически, это первый. Егерде расын айтатын болса, Кеңес кезінде нағыз әскери білімі бар тұңғыш генерал-майор атағын алған бірінші қазақ осы Шәкір Жексенбаев. Бізде әскери адамдар арасында генерал атақ емес, ол бақыт деген қанат сөз бар. Себебі әскери адамдардың арасында, әсіресе өзге ұлт өкілдері арасынан осындай атақ алу ол кездерде өте сирек құбылыс болатын. 1945 жылы Отан соғысы жеңіспен аяқталып, 9 мамырда Мәскеудің Қызыл алаңында жеңістің үлкен шеруі өтеді. Өкінішке қарай, қару-жарақтарды жан-жаққа тарату комиссиясына басшылық еткендіктен Шәкір ағамыз бұл шеруге қатыса алмайды.
Бірақ сол жылы Қызыл алаңда 7 қарашада өткен үлкен мерекелік шеруде бір полкты генерал-майор Шәкір Жексенбаевтың өзі бастап шығады. Мынау сол парадтың алдында мынау генералдар әлгі нелерін алады ғой, нұсқауларын қандай не болады, сонда суретке түскені. Бұл да бір үлкен, мен ойлаймын, бірінші қазақтан шыққан осындай әскери адамдар парадқа әскерді бастап шығу, ол менде ойымда бірінші рет болып отыр. Соғыстан кейін Шәкір Жексенбаев Мәскеуде қалып қойды. Мүмкін оларға да білікті маман керек болған шығар. Оның үстіне әскери адамда ешқашанда билік болмайды. Қайда жіберсе сонда барады. Алғашында Ленинград әскери округында химқорғау бөлімінің бастығы, кейіннен химқорғау әскери академиясында оқытушы болып шәкірттер тәрбиелейді. 1946 жылы жаяу әскерлерді химиямен қамтамасыз ету басқармасы бастығының орынбасары болады. 3 жылдан кейін Куйбышев атындағы әскери академияға оқытушы болып орналасады. Өмірінің соңғы жылдары Мәскеуде өтеді. Отбасылы болады. Ұлы Олег академик ғалым. Қалай дегенмен де оның әскери саладағы жүріп өткен жолы біздің ұрпақ үшін үлкен өнеге болып қалары сөзсіз. Қазақ айтады ғой, бұрынғыны сыйламай, қазіргі заманның не болып жатқанын ұқпай, болашақ қалай болатынын біле алмай қалуға болады. Сондықтан Сәкең істеген ісі өте үлкен. Өз ақшасын, өз қалтасынан шығарып, осы кісіні біздің енді қазағымыз ғой, үлкеніміз ғой, осы жас өспірім біздің қазақтың балаларына үлгі болсын, ел сүйгіш болсын, патриот болсын деп, соған көп еңбек жасап, бүгінгі күні осы кісінің әкелген құжаттарын бәрін біз қарап, осында генералдар кеңесінің президиумында қарадық. Сосын қорғаныс министрлікке хат жаздық. Осы кісінің атын бір әскери оқу орнына сол кісінің атын берсек. Бізде 110 генерал бар, отставкадағы демалысқа шыққан генерал. Солардың бәрі қолдап отыр. Неге десеңіз, бұл кісінің атын тарихта қалтыратын адам. Мұндай игі бастама жалғасын табар деген ойдамыз. Ленин орденімен, 4 қызыл ту орденімен, қызыл жұлдыз және 1-ші дәрежелі отан соғысы орденімен, көптеген медальдармен марапатталған, өзінің еңбек жолы арқылы үлкен өнеге көрсеткен генерал-майор Шәкір Жексенбаев 1988 жылы өмірден озды. Батырдың есімін есте қалдыру үшін Орал қаласында және Алматы қаласында бір көшеге есімі беріліп, ескерткіш тақта қойылған. Шәкір Жексенбаевтың облыстық тарихи өлкетану музейі қорындағы негізгі жәдігерлеріне тоқталатын болсақ, артында қалған бұл өзінің үстіне киген кетелі, оны 1985 жылы өз қолымен тапсырған болатын, және өз қолтаңбасымен сыйға берілген «Игорик дым войны» атты кітабы да сыйға берілген болатын. Сонымен қатар бұл заттардан басқа Шәкір Жексенбаевқа берілген құрмет грамоталары және оның Фрунзе академиясында оқыған бірге курсанттармен түскен фотосуреттері және анасымен түскен фотосуреттері, тағы басқа да өзінің жеке түскен фотосуреттері тапсырылған болатын. Бұл жәдігерлердің барлығын көпшілігін тапсырған өзі және жалғыз ұлы Олег тапсырды. Атамыздан қалған жалғыз көз ол жаңағы Олегтің қызы Марина қазіргі таңда Мәскеуде тұрады, және оның жаңағы Шәкір Жексенбаевтың туыстары Бөкей-Орда ауданында да тұрып жатыр. Біз өзіміз әлі осы уақытқа дейін бағалай алмай жатырмыз. Россияда бұны жер жейді. Сосын жерде мынау биыл Москвада қазақ несі бар ғой, центрі, правительствосы бар, әлгі национальный центрлері бар. Қазақтың арасында бірінші генерал атағын алған, генерал атағын қазақтардан алған бірінші деп, 70 жыл деп, мына кісі да жадда қайтыс болғанда 20 жыл, 25 жыл соны өткізіпті. Мақтаныш етер ер адамды біздің әрбір жас бала білу керек. Сондықтан әрбір адамның әлгі талап қоятын балалар болады ғой, алдында талап. Сол
жас жігіттерге әскер істейтін, отанын сүйетін, бұл кісі бір шамшырақтай маяк болып тұра ма деп ойлаймын. Менің мақсатым бұл іздеп жатқан мен сияқты тұттығып қалмасын. Ертең әрбір жас жігіт жүз жерде болады. Осындай әңгімені ескенде мінекей біздің Шәкір ағамыз. Тек қана оқыған жоқ Москвада, оқытушы болған жоқ, оқытушылардың бастығы болды. Тек қана бір академист, екі военный академияда, училищеде, пенсияға шыққаннан кейін тағы да екі институтты, электротехнический институтты, гражданская оборона, сосын в Туз-Лихачевода сонда сабақ берген. Сонда кафедрдің бастығы болған гражданская оборона. Қазақта осындай әскери адам болған, оның осындай ерліктері бар деп, мәліметтер жинап жүрген Сансызбай аға өзі тіпті әскери саланың маманы емес. Шәкір Жексенбаевтың жерлесі де, туысы да тіпті тарихшы да емес. Мамандығы экономист болса да жоғымызды тауып, барымызды түгендеп жүрген ағамызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ.